Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын наггетс дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өзімнің отбасыма өте қатты ұнады. Дәл осы рецептпен жасап көріңізге кеңес беремін. Тауықтың төс етін алып, видеодағыдай осылай ұзыншалап турап аламыз. Енді кезекте маринатын дайындаймыз. Ыдысымызға 1 кесе ұн, паприка, тұз саламыз, қара бұрыш. Егерде ашылау жақсы көрсеңіздер, қызыл бұрыш қосып жіберсеңіздер болады. Жұмыртқа және де 1 кесе салқын су құйып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Егерде маринаттарыңыз тым қою болып кетсе, тағы да 1 жарты кеседей су құйып жібереміз. Бұл жерде енді еттеріңіздің көлеміне қарай жасайсыздар. Менде қоюырақ болды, сол себептен жарты кеседей су құйдым. Енді кезекте дайын туралған етімізді маринатымызға салып, 1 сағаттай тоңазытқа қойып қоямыз. Енді кезекте клярын дайындаймыз. Ол үшін ұн, тұз қосамыз, паприка, жақсылап араластырамыз. Дайын болған маринатымызды алып, клярға осылай аунатып, видеодағыдай барлығын дайындап аламыз. Осы кезде сковородкаға майымызды құйып, қыздырып қойып, орташа отта жақсылап пісіратын боламыз. Менде міне майым қызып, осылай барлығын салып аламыз да, екі жағын әдемілеп пісірамыз. Не көріп тұрғандарыңыздай, бізде үй жағдайында наггетсіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.